сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұйымның еңбек ресурстары мен еңбек өнімділігі. Бүгінгі сабағымызда қарастырылатын мәселелер еңбек ресурстары және жұмысбастылық мәселесі, кәсіпорында кадрлық жұмыс, кәсіпорын персоналын жоспарлау, еңбек ресурстарын пайдалану, сонымен қатар еңбек өнімділігі. Еңбек ресурстары дегеніміз не деген сұраққа жауап беріп кетейік. Еңбек ресурсы қызмет көрсету мен материалдық игілікті өндіру үшін физикалық және интеллектуалдық мүмкіншілігі бар мемлекет халқының жұмысқа қабілетті бөлігінен тұратын қоғамның негізгі өндірістік күші. Еңбек ресурстарына жататындар: еңбекке жарамды жастағы халықтар, яғни ерлер мен әйелдер, 16 жас пен 63 жас аралығындағыларды жатқызамыз. Қоғамдық өндіріспен айналысатын еңбекке жарамды жастағылардың үлкендері мен кішілері. Еңбек потенциалы бұл жеке адамның әртүрлі жұмыскерлер тобының бүкіл еңбекке жарамды халықтың қоғамдық пайдалы еңбекке қатысуы бойынша санын, сапасын және еңбекке қабілеттілік мөлшерін анықтайтын интегралды. Жұмысбастылық еңбекке қабілетті адамдардың толық жұмыспен қамтылуы. Жұмысбастылық ел экономикасын және халықтың тұрмыс жағдайының ең бір маңызды белгісі болып табылады. Сонымен жұмысбастылық адамдардың еңбектерінің нәтижесінде өзіне және қоғамға пайда әкелетін қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыратын іс-әрекеттердің жиынтығын айтуға болады. Жұмысшыларды екі топқа бөліп қарастырамыз, яғни негізгі жұмысшылар және көмекші жұмысшылар. Негізгі жұмысшылар кәсіпорын тауар өнімдерін құрастырушылар, техникалық үрдісті жүзеге асыратындар жатады, ал көмекші жұмысшыларға жаңағы цехтағы жұмыс орындары, саймандармен қызмет көрсететін шаруашылықтың барлық көмекші қызметкерлерін. Кадрлардың кәсіби біліктілік құрылымы еңбекті кәсібилікті тұрғыдан бөлу негізінде қалыптасады. Кәсіп дегеніміздің өзінің қандай да бір дайындықты қажет ететін еңбек әрекеті деп түсінуге болады. Ал біліктілік жұмысшының таңдап алған кәсібін меңгере алу деңгейі және ол біліктілік мөлшерін санатымен көрсетіледі. Біліктілік мөлшері мен санат атқарылған деңгейінің, ауыртпалық деңгейінің көрсеткіші ретінде көрінеді. Ұйым ресурстары бұл кәсіпорында жұмыс жасайтын және оның тізімдік құрамына кіретін әртүрлі кәсіби біліктілік тобындағы жұмысшылардың жиыны. Кәсіпорынның еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілуі, олардың ұтымды пайдалану кәсіпорынның нарықтағы берік ұстанымдарының маңызды факторлары болып келеді. Ұйымның еңбек ресурстары абсолютті және салыстырмалы көрсеткіштермен өлшенетін сандық, сапалық және құрылымдық сипаттарға ие. Еңбек ресурстарын пайдаланудың талдаудың негізгі міндеттері: кәсіпорынның еңбек ресурстарының қамтамасыз етілуі, еңбек ресурстарының қозғалысын талдау, жұмыс уақытын пайдалануын талдау, еңбек өнімділігі мен еңбек сыйымдылығын талдау және еңбекақы төлеуді талдау міндеттері жүргізіледі. Кәсіпорында еңбек ресурстарымен қамтамасыз ету үшін мына көрсеткіштерді орындау қажет: жұмысшылардың біліктілігін жоғарылату, еңбек жағдайын жақсарту және жұмысшылардың денсаулығын жақсарту, тұрмыстық техникалық қажеттіліктерін қадағалау, еңбек ұжымын әлеуметтік қамтамасыз ету. Кәсіпорындағы еңбек ресурстарын тиімді жоспарлау төмендегілерге байланысты: қызметкерлерді ұтымды пайдалану, жұмысқа қабылдау процесін жетілдіру, кәсіптік оқытуды ұйымдастыру, қызметкерлерді басқарудың басқа да бағдарламаларымен дамытудың негізін жасау, еңбек нарығындағы белсенді саясатқа сүйене отырып, жұмысшы күшіне жұмсалатын жалпы шығынды. Кәсіпорында еңбек ресурстарын пайдаланудың тиімділігін жұмыс уақыты бірлігінде өндірілген өнім санымен анықталатын еңбек өнімділігі сипаттайды. Еңбек өнімділігі дегеніміз бұл кәсіпорын жұмысшыларының еңбегінің экономикалық тиімділігін сипаттайтын көрсеткіш. Кәсіпорында еңбек өнімділігінің деңгейін бағалау үшін жалпылама, жеке және көмекші көрсеткіштер жүйесі қолданылады. Яғни осылардың әрқайсына жеке-жеке тоқталып кетейік. Жалпылама көрсеткіштерге бір жұмысшының орташа жылдық, орташа күндік және орташа сағаттық өнім өндіру көлемі, құндық өлшемдегі бір жұмысшыға шаққандағы орташа жылдық өндіру көлемі жатады.
Жеке көрсеткіш болып, бір адам күндегі немесе адам сағаттағы заттай нысандағы өнімнің белгілі бір түрінің еңбек сыйымдылығы табылады. Соңғысы көмекші көрсеткіштерге жұмыстың белгіленген бір түрін орындауға кеткен уақыт шығындары немесе уақыт бірлігінде орындалған жұмыс көлемі жатады. Еңбек өнімділігі алынған өнім көлемінің оны дайындауға жұмсалған еңбекке қатынасын айтамыз. Еңбек, яғни оны екі топқа бөліп қарастырамыз. Яғни жеке еңбек өнімділігі нақты еңбек шығынымен көрсетіледі. Ал қоғамдық еңбек өнімділігі нақты және өткендегі еңбек шығынымен анықталады, көрсетіледі десек болады. Жалпы еңбек өнімділігіне әсер ететін факторлар психологиялық, басқарушылық, технологиялық, ұйымдастырушылық және сонымен қатар экономикалық. Осы факторлар адамның еңбек өнімділігінің артуына әсер ететін факторлар. Көрсеткішін атап кететін болса, яғни бұл жерде анықтау керек болатын болса, еңбек өнімділігін бұл жерде жалпы өндірген өнім көлемін, өндірген өнім көлемін бөлеміз, яғни жаңағы еңбек шығынына, жұмсалған еңбек шығынына, санына. Және бұл көрсеткішке кері көрсеткіш еңбек сыйымдылығын көрсетеді. Яғни бұл жерде, яғни өзі айтып тұрғандай, кері қолданамыз формуланы. Яғни бұл жерде жаңағы өнімді өндіруге кеткен еңбек шығынын бөлеміз өндірген өнімнің көлеміне. Осылай еңбек сыйымдылығын анықтаймыз. Яғни осыны дәлелдеу үшін біз нақтырақ түсінікті болу үшін мысалмен көрсетіп кетейік. Яғни еңбек өнімділігі мен еңбек сыйымдылығын есептеп көрейік. Бірінші мысалымыз жалпы өнім құны, яғни өндірілген өнім көлемі 88.332.000 теңге деп алайық. Ал жұмысшылардың саны, орташа жылдық саны мысалы 545 адам. Табуымыз керек еңбек өнімділігін есептеу. Еңбек өнімділігін есептеу үшін формуланы қолданамыз. Өнім өндірісінің көлемін қызметкерлердің тізімді бойынша орташа санына, яғни бөліп еңбек өнімділігін шығарамыз. Мұнда жалпы өнім шығарылымы бізде 88.332.000-ды бөлеміз адам санына 545.000-ға. Яғни бұл жерде еңбек өнімділігі тең болып тұр. Әр адамға шаққандағы 162,7 тең болып тұр. Ал осыған кері байланыс еңбек сыйымдылығын анықтау үшін жаңа айтып кеткендей кері формуланы кері пайдаланамыз. Яғни жұмысшылар санын, яғни еңбек шығынын бөлеміз бұл жерде өндірілген өнім көлеміне. Яғни 545-ті бөліп отырмыз 88.332.000-ға. Яғни бұл жерде бізде еңбек сыйымдылығы 0,162-ге тең болып отыр. Ары қарай қарастыру үшін алдарыңызда көрсетілген сілтемелерді пайдалануларыңызға болады. Жалпы үйге тапсырманы жазып алыңыздар. Бүгінгі сабақтан Қазақстан Республикасының еңбек нарығы өзінің қызметін қажетті деңгейде жүргізді ме? Және өз кәсіпорныңызды еңбек ресурстарымен қалай қамтамасыз етер едіңіз деген сұрақтарға жауап жазып дайындалып келеміз. Яғни балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар.